Сәлем! Бұл видеода есептің толық шығарылуы берілген. Каналға өтіп, плейлисті бөліміндегі геометрия 8 сынып плейлистінен басқа барлық есептің шығарылуын таба аласыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруларыңызды сұраймын. Пайдалы білім болсын. Сау болыңыз. Өзінді тексер тест тапсырмасы бірінші сұрағында 1, 2, 4, 5 сандарына пропорционал болатын 4 бұрыштың бұрыштарын тап дейді. Пропорционал деген бұрыштарының қатынасы 1-дің 2-ге, 4-ге, 5-ге қатынасындай деген сөз. Енді біз білеміз 4 бұрыштың бұрыштарының қосындысы, оның 4 бұрышы бар ғой. Осы 4 бұрышының бұрыштарының қосындысы 360 градусқа тең. Сонда бір бұрышы 1х-ке тең болады. Қосамыз, екінші бұрышы 2х-ке тең деген сөз. Үшінші бұрышы 4х-ке тең. Ал бесінші бұрышы 5х-ке тең болады. Соның қосындысы 360 градусты беріп тұр. Енді мыналарды жинақтаймыз. 3х, 9х, 12х болады. 12х тең болады 360 градусқа. Ендеше х тең болады. 360-ты 12-ке бөлеміз. 30, 30. Сонда бұрыш 1 тең 1х 30 градус. Бұрыш 2 тең болады 2х. 2 көбейтілген 30, 60 градус. Бұрыш 3 тең болады 4х, яғни 4 көбейтілген 30, 120 градус болады. Енді бұрыш 4-іміз, ол 5 көбейтілген 30, 150 градусқа тең екен. Сонда жауабы бізде 30, 60, 120, 150. С нұсқасы 30, 60, 120, 150 градусқа тең екен. Екінші есепте 4 бұрыштың сыртқы бұрыштарының қосындысын тап дейді. Әр бұрыштан бір сыртқы бұрыш. Енді кез келген бір 4 бұрыш салайық. Кез келген дөңес 4 бұрыш. Осындай 4 бұрыш болсын. Параллелограмм емес, дөңес. Түзу, кішкене қисықтау болсын. Енді 4 бұрыштың 4 бұрышы бар. Бұрыш 1, 2, 3, 4. Енді біз білеміз 4 бұрыштың қасиеті, оның ішкі бұрыштарының қосындысы 360 градусқа тең. Енді сыртқы бұрыштарын табайық. Сыртқы бұрышы, мына бір сыртқы бұрышы, бірдің сыртқы бұрышына былай. Бұрыш 1 тең бұрыш. Бұрыш емес, 180 градус. Екеуі сыбайлас бұрыш. Сонда 180 градус алынған бұрыш 1 болады. Енді екінші бұрыштың сыртқы бұрышы, яғни оның сыбайлас бұрышы деген сөз сыртқы бұрышы. Бұрыш 2 болсын, екеуі тең емес негіз. Бұрыш 2 тең болады, ол да 180 градус азайтылған бұрыш 2 болады. Бұрыш 3-тікі де дәл солай созамыз. Бұрыш 3 штрих болсын. Тең, ол да 180 градус азайтылған бұрыш 3 болады. Бұрыш 4-тікі де дәл солай былай созамыз. 4 штрих бұрыш. Ол 180 градус азайтылған бұрыш 4 болады. Енді бізге осы сыртқы бұрыштардың қосындысын, яғни бұрыш 1 штрих қосылған бұрыш 2 штрих қосылған бұрыш 3 штрих қосылған бұрыш 4 штрих тап деп тұр. Сонда ол неге тең болады? 180 градус азайтылған бұрыш 1 қосылған 180 градус азайтылған бұрыш 2 қосылған 180 градус азайтылған бұрыш 3 қосылған 180 градус азайтылған бұрыш 4-ке тең болады. Енді мыналардың барлығын жинақтайтын болса, ары қарай 181, 2, 3, 4, 180 градус көбейтілген 4 минус 4 жақшан сыртына шығарып салсақ, бұрыш 1 қосылған бұрыш 2 қосу бұрыш 3 қосу бұрыш 4 болады. Сонда 180 градус 4-ке көбейтсек 0, 2, 3 ойда 720 азайтылған. Мына қосынды бізде 360-ты береді. 360-ты азайтып тастаймыз. Сонда 360 градусқа тең болады екен. Жауабы, Д жауабы 360 градус болады. Үшінші есепте 4 бұрыштың бір қабырғасына іргелес жатқан 2 бұрышының қосындысы 90 градусқа тең дейді. 4 бұрыш салайық. Кез келген 4 бұрыш. Дөңес 4 бұрыш. Неше түрлі сала берсем болады? 4 бұрыш болса болады. Осындай дөңес 4 бұрыш болсын.
А, В, С, Д. Осы төрт бұрыштан бір қабырғасына іргелес, яғни АВ қабырғасына іргелес деген мына екі бұрышы. Осы бұрыш А қосылған бұрыш В тең болады 90 градусқа дейді. Енді осы бұрыштардың биссектрисалар арасындағы бұрышты тап дейді. Осы бұрыштардың биссектрисаларын жүргіземіз. Биссектриса дегеніміз ол міне А бұрышын қақ бөлетін бір кесінді, В бұрышын тең екі бөлікке бөлетін екінші кесінді. Сол кезде бізде міне қиылысы О нүктесі деп алайық. Так, АО, ВО биссектриса. Ал биссектрисаның қасиеті бойынша ол өзі шыққан бұрышты тең екі бөлікке бөледі, яғни бұрыш ВАО тең болады бұрыш ОАД, бұрыш АВО тең болады бұрыш ОВЦ екенін көрсетіп қойдық. Мына бұрыштың мына бұрышқа мынаған тең екендігін көрсеттік. Енді бізге табу керек биссектрисалар арасындағы бұрыш, яғни міне бір бұрышты тап деп тұр. Бұрыш АОВ-ны. Енді оны табу қиын емес. Так, шешу дейік. Бұны табу үшін бізде бұрыш ОАВ-ны білу керек, бұрыш ОАВ тең болады бұрыш А-ның жартысына тең. Бұрыш ОВА тең бұрыш В-ның жартысына тең, мына екі бұрыштар мынаның жартысына, мынаның жартысына тең. Ал біз білеміз бұрыштардың ішкі бұрыштардың қосындысы, яғни бұрыш ОАВ қосылған бұрыш АОВ қосылған бұрыш ОВА тең болады 180 градусқа. Енді мынау бұрыш А-ның жартысына, бұрыш АОВ ол бізге табу керек бұрышымыз, қосамыз бұрыш ОВА, бұл бұрыш В-ның жартысына тең. Қосындысы 180 градус. Мына екеуін ортақ бөлімге келтірсек, бұрыш А қосылған бұрыш Б ол бізде 90 градусты береді ғой, бөлу 2. Қосылған бұрыш АОВ тең 180 градусқа. Енді осыдан бұрыш АОВ-ны тапсақ, 180 градус, аяз айтылған 45 болады, бөлінтісі. Сонда мәні 135 градусқа тең. Жауабы Д болады. 135 градус. Төртінші есепте параллель үш түзу, параллель үш түзумен қиылысқан, сонда неше параллелограмм пайда болды дейді. Есептейік. Бір параллель, екеу, үшеу, енді оған параллель үш түзу жүргіземіз. Біреу, екеу, үшеу. Сонда неше параллелограмм пайда болды дейді. Міне, мынау біреу, екеу, үшеу, төртеу, одан кейін мынау бесеу, мынау алтау, мына үлкеннің өзі жетеу. Енді былайынан 8, 9 параллелограмм бар екен. 9 болды жауап.